Сен әлемді өзгертетін даналықты білгің келе ме? Ендеше ежелгі Қытай ойшылдары не үйреткен видеодан бірге көрейік. Хуанхэ және Янцзы атты екі үлкен өзен бар. Өте ертедегі замандарда олардың төменгі ағысы бойында Қытай тайпалары өмір сүрді. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың бас кезінде ол тайпалар арасында күрес болып жатты. Хуанхэ өзенінің төменгі ағысы бойында Чан Ин мемлекеті пайда болды. Бұл мемлекеттің негізін салушы Чан Тан атты адам. Оның билігі тайпа көсемінің басқару жүйесінде ұқсас болған. Бұл кезеңде елге батыстан және солтүстіктен көшпелілер жиі шабуыл жасады. Көшпелілермен ұзаққа созылған соғыстар Чан Ин мемлекетін әлсір етті. Вай өзені бойы мекендеген Чжоу тайпалары желгі Чан Ин патшалығын талқандап, оның орнына жаңа мемлекет құрды. Хуанхэ өзенінің орта және де төменгі ағысы бойында біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың дейін Чжоу мемлекеті өмір сүрді. Оның алғашқы билеушілері мемлекеттік басқару жүйесін күшейтуге тырысты. Шонжарлардың ірі жеке меншік шаруашылықтар құрып алуына жағдай жасады. Жергілікті шонжарлар алым-салық төлеуден бас тарта бастады. Ел ішінде үкіметке наразылық күшейіп, солтүстікте және батыстан көшпелілердің шабуылы жиілеп кетті. Ел шағын мемлекеттерге бөліне бастады. Олардың арасына талас-тартыста күшейді. Конфуций ежелгі Қытай данышпаны. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 551 жылы дүниеге келген. Шын аты Кун Цю. Кун Цю көп оқыған, өз халқының салт-дәстүріне, әңгіме жырларын жақсы білген. Ол Қытай күнтізбесінің білгірі болған. Жастар оны тыңдау үшін жиі келіп тұрған. Мұндай жастар өздерін Кун Цюдің шәкіртіміз деп есептеген, ал ұстаздардың Кунфуций, яғни данышпан Кун деп атаған. Кун фучилдік бүгінгі Қытай қоғамда жетекші ілімнің бірі. Ол Жапония, Корея мен Вьетнамға да таралды. Кунфуций өсиеттері бізге нақылдар деп аталған жинақ арқылы жетті. Соның бірінде былай делінген екен: данышпан Кунфуцийдің Гун, Лу және Чан есімді 3 тамаша шәкірті болыпты. Бірді ел кезіп жүрген тақуа дәруш Кунфуцийға: сіз өзіңіздің шәкіртіңіз Гун туралы не айтасыз деп сұрақ қойыпты. Кунфуций тіпті оқымыстылардың өзі Гунның ақылына таңғалады депті. Ал Лудың қандай артықшылығы бар? Оның ержүректілігі атақты жауынгердің берілігін басы озады. Ал сіздің 3-ші шәкіртіңіз қандай? Чанның еңбекқорлығы мақтауға тұрады. Данышпанның айтқанын естіп тақуа дәруіші таңғалады. Егер Гун сондай ақылды, Лу сондай ержүрек, Чан еңбекқор болса, олар сізден не үшін үйреніп жүр деп сұрайды. Менің жауабымды тыңда, дедім. Кунфуций: Гун ақылды, бірақ жалқау. Лу ержүрек, бірақ ақылды емес. Чан еңбекқор, бірақ қызғаншақ. Гун ақылдың жалқаулыққа бағыт әкелмейтінін білмейді. Лу ержүректіктің абайламаса өлімге апаратын білмейді. Чан қуаныштың қызғаныштан бірге өмір сүре алмайтынын білмейді. Бұл шындықты түсінгенше мен оларға ұстаздық етемін. Олар менің тілалғыш шәкірттерім болады. Данышпан Кун біздің заманымызға бұрынғы 479 жылдың 72 жасында қайтыс болады. Оның ілімін шәкірттері таратып, одан ары дамыта түседі. Ежелгі Қытай философиясында басты бағыттарының бірі дуализм болды. Оның негіздеуші ежелгі Қытай ойшылы Ло Цзы еді. Оның өмірбаян аңызға толы. Ло Цзы ежелгі Қытайдың ауылында дүниеге келіпті. Ол анасының құрсағында ұзақ уақыт болғандықтан оған кәрі бала немесе мәңгілік ұстаз деген есім берілді. Ло Цзы ежеткенде Чжоу билеушісінің сарайында мұрағатшы қызметін атқарады. Қартайған шағында қара өңізге мініп, батыс таулар жағына қарай жол тартады. Шекараға жеткенде бір кеденші оның адамдарға өсиет қалдыруын өтінеді. Ол отыра қап 5000 иероглифтен тұратын өсиетнамасын жазып береді. Осылайша До Де Цин туралы кітабы дүниеге келеді. Оны қалдырған Ло Цзы батысқа қарай жолын жалғастыра береді. Дүниеде неге соғыстар мен қақтығыстар көп? Қоғамда неге әділетсіздік пен қылмыс көп? Неге біз жиі қайғырамыз, сағынамыз, өз өмірімізге риза емеспіз? Бұл сұрақтарға Ло Цзының жауабы қарапайым. Ол: біз ойымыз бен көзқарасымызды тәуелдіміз. Біз өзіміздің армандарымыз бен мақсаттарымызды бағынамыз. Тіпті өз еркіміз бен көзқарастарымызды басқаларға міндеттейміз.
біз әлемді іс жүзінде до билеп тұрған ұмытамыз. До бұл шындық және сонымен қатар бұған баратын жол. До барлық заттың негізгі өмір заңы мен ережесі. Ол барлық тіршілік иесінде бар. Барлығын солардың ішінде бізді де жандандырады деп бағыттайды. Даосизмнің айтуынша барлық заттар өз жолы до бойынша дүниеге келіп, өзгеріске ұшырайды. Байлық пен жақсы тұрмысқа, дүниеқорлық пен атаққұмарлыққа ұмтылу керек. Тап-таза, биік күнә, сәби сияқты күйге ену қажет. Сонда ғана өмір мәнді әрі үйлесімді болып шығады.